Қайырлы күн, сіздермен бірге Фариза. Егер кешке қандай тамақ жасауды білмей ойланып отырсаңыз, үйіңізде аз ғана фарш болатын болса, осы бризоль тамағын дайындап көруді ұсынатын едім. Көрінісінен қиын тамақ сияқты, бірақ бар жоғы 20 минут қана уақытыңыз кетеді. Менде аз ғана фарш бар еді, фаршымызды домалақтап бөліктерге бөліп аламыз. Менде тұздалған ет, сол үшін де ешқандай дәмдеуіштер салмадым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тоз бұрыштарын салып, дәмін келтіріп алыңыздар. Бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырып аламыз да, бір домалақ фаршымызбен жұмыртқаны екеуін араластыратын боламыз. Сонда бізде әр фарштың домалағына бір жұмыртқадан кететін болады. Үйіңізде қанша адам болса, сонша фарштың домалағын жасап аласыз, өйткені бір дайындағанымыздан бір порция бір адамға шығатын болады. Табамызды жақсылап қыздырып, біріншісінде ғана жақсылап майлап аламыз, қалған кезде майлаудың қажеті жоқ. Салмамызды салып, жақсылап жұқалап алатын боламыз. Қатты жұқалап жіберсеңіздер, салмаларыңыз бөлініп, сынып түсіп қалуы мүмкін. Сол үшін қатты жұқалаудың қажеті жоқ. Астын баяу отқа басып қойып, бетін жауып тұрып, міндетті түрде 5 минут бойы пісіріп алатын боламыз. 5 минуттан кейін артқы бөлігін аударып пісіретін боламыз. Артқы жағы бізде тез піседі, 2 минутта пісіп кетеді. Күйіп кетпесін қарап тұрыңыздар. Баяу отта бетін жауып пісірсек, фаршымыз толықтай пісіп шығады. Сол үшін асықпай барлығын пісіріп аламыз. Енді бризольдің ішіне өзіңіздің қалауыңыз бойынша начинка салсаңыз болады, салмасаңыз болады. Мен бұл жерде салат жапырағын салып қойдым да, ыстық кезінде тезде орап аламыз. Өйткені суып қалған кезде орасақ, ол қатып қалып, оралмай қалуы әбден мүмкін. Қыздар, каналыма тіркеліп алыңыздар. Күнделікті рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Қазақша контентті қолдайық. Менде гарнирге күріш пен картопты мен духовкада пісіріп ала саламын. Тура фрейді қуырған сияқты барлығын кесіп, дайындап, дәмдеуіштерін саламыз да, духовкаға 180 градусқа 15 минутқа салып қойсаңыздар, күшті майсыз картоп шығады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Сіздермен бірге Фариза. Каналыма тіркеліп алсаңыз, мен үшін ең үлкен мотивация болатын еді. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыз, және де рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып кетуді ұмытпаңыз.